Сәлем оқушым, биологияның алғашқы сабағына қош келдің. Байланыста Наза апай. Бізде алғашқы сабақтың тақырыбы жасушалық биология, су және органикалық заттар деп аталады. Кеттік ендеше бастайық. Жер бетінің жалпы тірі ағзалар құрайды және өлі ағзалар құрайды. Өлі ағзалар деп отырған олар тау, тас, орман, көл, шөл, су, соның барлығы өлі. Сонымен қатар тірі ағзалар да бар. Тірі ағзалар негізінен бізде 5 түрлі патшалыққа бөлінген. Тірі ағзаларға нелер жатады? Вирустар жатады екен, бактериялар жатады екен, өсімдіктер, жасыл түсті, саңырауқұлақтар, олардың өзі бір үлкен топ, жануарлар жатады. Және бір жасушалы тірі ағзалар бар, олар бізде протистер. Міне мынаның барлығы тірі ағзалар. Бірақ енді осы жерде бір қызығы. Вирустарда жасуша жоқ. Қазірден миыңа құйып ал. Вирустар жасушасы жоқ құрылымдар. Ал бактерияда бір жасуша бар. Бактерия өзі бір жасушалы және көзге көрінбейді. Бірақ та бактерияның ядросы жоқ. Ядроның орнына онда тұқым қуалаушылық заты шашырап жүреді. Бактерияда жасуша бар, бірақ ядро жоқ. Ал енді мыналарды қарайтын болсақ, мынаның барлығында жасушасының сыртында өзінің арнайы бір қорғаушы қабықшасы немесе мембрана деген заты болады. Мембрана бұл жасушаның сыртын қаптап тұратын зат құрылымы. Және бұлардың жасушасының ішінде цитоплазма сұйықтығы болады. Цитоплазмасы болады. Және бұларда ядро кездеседі, ең маңызды нәрсе. Яғни түсінгенімдей, барлық тірі ағзалардың жасушалары осы үш негізгі құрам бірліктен тұру керек. Жасушаның ортасында жасушаның тіршілігін басқаратын ядро болу керек. Жасушаның ішін толтыратын сұйықтық цитоплазма болу керек. Және жасушаны қорғайтын, қоршаған ортадан оны бөлетін арнайы қабықшасы болуы керек екен. Жасуша деген ұғымды ең алғаш Гук зерттеп ашқан, ол тірі ағзалардың, өсімдіктердің, жануарлардың жасушадан тұратынын білген екен. Тіпті адамдар да жасушалардан құралады. Жасушаны тек микроскоппен ғана біз көре аламыз. Жасушаның ішінде болатын мына суреттегі кішкентай ұсақ құрылымдарды біз органоидтар деп атаймыз. Органоид, орган деген сөзге ұқсайды. Орган ол мүше ғой. Яғни жасушаның ішіндегі кішкентай мүшелері. Органоид ол кішкентай жасушаның мүшелері дейтін мағынада бұл жерде. Так, бізде жасушалар олар әрі қарай қалай алып мүшелерді түзіп тұр. Мысалы біз қарайтын болсақ, қолымыз, теріміз, бетіміз, көзіміз, мұрын, тағы қай мүшені алып қарайсың. Мысалы асқазан, бүйректер, оның барлығы да ұсақ жасушалардан құралған. Ал енді осы жерде мүшелер қалай жасушадан үлкен мүше болып түзілген, кеттік соны бірге анықтап көрсек. Ең әуелі жасуша болады. Сосын құрылыстары, шығу тектері, қызметтері ұқсайтын жасушалар мен жасуша аралық заттар бірігеді. Олар бірігіп жинақталады да ұлпаға айналады. Міне бірінші жасуша ұлпаға айналды. Ұлпаның бізде өсімдікте 6 түрі, жануарда 4 түрі кездеседі. Дальше бізде ұлпалар мүшені құрайды. Ал мүше дегеніміз орыны, құрылысы, қызметі бар ағзаның бөліктері екен. Бір-біріне құрылыстары ұқсайтын, қызметтері ұқсайтын мүшелер біріккен кезде мүшелер жүйесі пайда болады. Адам ағзасында тыныс алу жүйесі, бөліп шығару жүйесі, ас қорыту жүйесі және де тірек қимыл жүйесі, қан айналым жүйесі деп аталатын жүйелер бар екен. Ол жүйелердің әрқайсының өзінің мүшелері бар. Мысалы, сен ас қорыту мүшесіне кіретін асқазанды бөліп шығару мүшесіне апарып тастай алмайсың. Ішек те солай ас қорыту мүшесіне жатады. Мысалы, жүрек ол қан айналым мүшесі болып келеді. Ал бүйрек бөліп шығару мүшесі деген секілді. Солай біз ағзадағы барлық мүшелерді жіктеп тастайды екенбіз. Кеттік ары қарай біз жасушалардың іштерінде қандай органоидтар кездеседі? Сол бірнеше органоидтармен таныс болсақ, кейбір жағдайларда болады, өсімдікте ғана кездесетін органоидтар болады, немесе тек қана жануарда ғана кездесетін органоид болады. Мысалға айтайын, тек қана жануарда кездесетін бізде лизосома деген органоид бар. Өзіңе осылай жазып ал, кесте сызып. Және тек қана жануарда болатын жасуша орталығы дейтін органоиды бар. Жасуша орталығы.
Тек қана өсімдікте болатын вакуоль және пластиттер деп қояйын. Және өсімдікте, саңырауқұлақта, қазір осында жаза салайын, өсімдікте, саңырауқұлақта, саңырау деп жазып қоя салайын, түсінбей қалма, және бактерияда жасушасының сыртын қатты қабықша қаптайды. Және өсімдік саңырауқұлақ бактерияда мембрана деп аталатын сыртын қаптайтын жұқа қабықша бар. Енді осы жерде екеуін ажыратып ал. Қабықша, ол жасуша қабықшасы, ол бізде қатты қалың зат, а мембрана ол жұқа зат. Жануарда тек мембрана ғана болады, өсімдік саңырауқұлақ бактерияда қабықша да болады, мембрана да болады. Так, кеттік, ал өсімдікте болатын органоид вакуольмен таныс болсақ. Вакуоль деп тұрғанымыз ішінде жасуша шырыны бар, сұйықтыққа толы көпіршік. Вакуольдің қызметі суды сақтау және суды қайттан сыртқа бөліп тастау. Вакуоль өсімдіктерде ғана болады, жаңа айтқанымдай. Ол не қойма болады, немесе қоқысталатын шелек, қоқысталатын жәшік қызметін атқаруы мүмкін. Келесі бізде жасуша қабықшасы. Жасуша қабықшасы жасушаның қорғаныш қызметін атқарады, жасушаның ішіне заттарды өткізеді, цитоплазманың сыртқа ағып кетуінен қорғайды, қоршаған ортаға араласып кетуіне кедергі жасайды. Жасуша қабырғасы өсімдікте мембрананың сыртында болады, жасушаны жабады, бетін қатты қылады, және өсімдікте жасуша қабырғасы целлюлоза деген заттан құралады. Жануарда болса, жасуша қабырғасы жоқ, бірақ жануарда мембрана бар. Мембрана. Ол өте жұқа, күрделі майлар мен нәруыздардан құралады екен. Келесі, өсімдіктерде болатын органоидтар пластиттер. Пластиттер өсімдіктердің жасушаларына түрлі түс беріп тұрады. Мысалы, хлоропласттар өсімдікке жасыл түс беріп тұр. Өсімдік не үшін жасыл түсті десең, оларда хлоропласт бар, сол үшін жасыл түсті. Сосын гүлдің күлтелері, мысалы, сосын бізде қызылша, сәбіз деген өсімдіктерді алсақ, көкөністерді. Сәбіз мысалы сары, қызғылт сары түсте, қызылша қатты қызыл түсті деген сияқты. Міне осындай көкөністерге, гүлдің күлтелеріне түс беретін пластит бар, ол хромопласт. Ал ақшыл, түссіз, қоректік затты жинайтын тұқымдарда болатын түрі пластиттің лейкопласт деп аталады. Кеттік әрқайсына тоқталып өтсек. Хлоропласт ол вакуоль сияқты не пайдалы зат жинау мүмкін, не зиянды затты жинау мүмкін. Хлоропласт фотосинтез дейтін үдеріске қатысады. Фотосинтез дегеніміз өсімдік жапырақтармен көмірқышқыл газды жұтады да, сосын өзінен оттегіні бөліп шығарады. Енді көмірқышқыл газды жұтып, одан көмір су жасайды және оттегіні сыртқа бөліп тастайды. Так, хлоропласттың ішінде жасыл түс беріп тұрған бізде оның бояғыш заты бар, оны хлорофиль деп атайды. Хлорофиль. Хлорофиль түс беретін бояушы заты, жасыл түс беріп тұрған. Ары қарай хромопласттар. Хромопласттар өрік, асқабақ, қызанақ, қызылша, сәбіз деген көкөністер мен өсімдіктерде кездеседі. Және оның вакуольден айырмашылығы судың қайттан бөлінуіне қатыспайды. Хромопластта өзіне кейбір кезде қоректік зат суды бір жинақтап қалуы мүмкін, бірақ оны өзінен кері сыртқа бөліп шығармайды. Хромопласттар гүлдің күлтесіне ашық түс береді, жәндікті елітіп өзіне тартып шақырып алады. Соңғысы лейкопласт, олар крахмалды жинақтайды. Картоп түйнектерінде болады, бидай дәнінде болады, күнбағыстың дәнінде де кездеседі. Жалпы қандай өсімдіктің ақ түсті бөлігі бар, сол ақ түсті бөліктің бәрінде лейкопласт болады десек қателеспейміз негізінен. Мінекей мыналар бізде бірінші хлоропласттар, хромопласттар және лейкопласттар екен. Ал енді өсімдік пен жануар жасушасының айырмашылықтары мен ұқсастықтарына тоқталсақ. Бірінші айырмашылықтарынан бастайық. Өсімдіктің жасушасы, жаңа көрдік, жасуша қабықшасымен қапталған. Өсімдік жасушасында вакуоль бар, өсімдікте пластиттер бар. Ал енді ұқсастықтарын айтайық. Жалпы өсімдікте жануарда жасушадан тұрады. Және өсімдіктің де жануардың да жасушасы 3 бөліктен құралады. Қабықша, ядро, цитоплазма деген. Және өсімдіктің жасушасында да, жануардың жасушасында да органоид деген кішкентай жасуша ішілік құрылымдары бар екен. Енді ары қарай біз су және элементтерге тоқталатын болсақ, өйткені жасушадан бөлек адамның ағзасында су және элементтер кездеседі. Элементтер
біздің өміріміз үшін өте маңызды. Қазір біз қозғалып, аяқ қолымызды қозғалтып, сөйлеп жүрсек, бұлшықеттерімізді қозғалтуға кальций көмектесіп жатыр дейтін сөз. Біз тірі болып жүрсек, жасушаларымыз тірі болса, ол натрий мен калийдің арқасы деген сөз. Біздің денемізде болып жатқан барлық процестерге су және элементтер қатысады. Тіпті адамда судың мөлшері бір 20-30%-дан төмен түсетін болса, денесіндегі судың мөлшері, адам уже сусызданудан қайтыс болып кетуі мүмкін. Кішкене су азайып бастаса, біз ашуланшақ болып бастаймыз. Су 100 градуста қайнайды, 0 градуста қатады. Судың маңызды қасиеттері бар, ол өзін-өзі тазалап алады, тығыздығы жоғары, және ол өзінде жылуды ұзақ уақыт сақтайды, заттарды ерітіп жібереді, және беттік керілу дейтін қасиеті бар. Беттік керілу деген судың құрамындағы кішкентай молекулалар бір-бірімен тартылады да, бетіне келіп түскен жеңіл заттарды батырып жібермей, бетінде қалқытып ұстап тұра алады. Суда 3 агрегаттық күй бар. Қатты күйі мұз, сұйық күйі су, газ тәрізді күйі бу екен. Келесі макро және микро элементтерге тоқталайықшы. Макро деген сөз бұлар көп мөлшерде кездесетін үлкен элементтер, микро олар аз мөлшерде кездесетін элементтер екен. Макро элементтер біздің ағзамызда көп кездеседі. Ондай элементтер кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор, күкірт. Сонымен қатар бұл қатарға біз әкеліп азотты да қоссақ болады. Көміртекті де қоссақ болады, өйткені олар өте көп кездеседі. Ары қарай микро элементтер, олар біздің ағзамызға күнделікті тамақпен кішкентай ғана мөлшерде түсіп отырады, және біздің ағзамызда олардың мөлшері аз. Ондай элементтер: темір, мыс, селен, иод, хром, цинк, фтор, марганец, кобальт, молибден, кремний, бром, ванадий және бор екен. Ал кеттік. Қазір біз макроэлементтерге кішігірім тоқталып өтсек. Сонымен бірінші азот. Азот ол біздің денеміздегі нәруыздарда, нуклеин қышқылдарында болады. Яғни ДНК-ның құрамына кіреді. Және азот өсімдікке хлорофилл түзуге керек. Жануар мен өсімдікке негізінен азот өсу үшін керек. Азот болмаса өспей қалады. Фосфор тамыр түзуге керек, жемістің пісіп жетілуіне, жемістің қатты болуы үшін керек. Азоттың фосфордың арқасында өсімдіктердің тұқымдарында жақсылап май жинақталатын болады. Және фосфор ол бізде көбіне сүйектің құрамына кіреді, ұлудың бақалшағы мысалы. Сосын адамның мысалы тістерінің құрамында фосфор бар, сүйегінің құрамында фосфор бар. Келесі бізде калий. Калий жетпесе өсімдіктің өсуі тоқтап қалады. Өйткені калий өсімдіктің сабағы арқылы судың, минералды заттардың тасымалдануына керек. Калий бұл бізде электр зарядын беретін, электрлік үдерістерге қатысатын элемент деп айтсам болады адам мен жануардың денесінде. Және ол тамыр, түйнек, пиязшықтың өсуіне жағдай жасап тұрады. Келесі бізде кальций. Кальций ол тіске, сүйектің құрамына кіреді бір жағынан, және ол теңіз бақалшағы мен ұлу қабыршақтарында да болады. Және кальций тек қана сүйекте емес, адам мен жануардың қанында да болады. Сен білесің бе? Егер кальций болмаса, қан ұйымай қалуы мүмкін. Кальций жетіспесе, қан сұйық болып кетуі мүмкін екен. Келесі элемент темір. Темір көбіміз біле бермейтін болармыз, қанның құрамына кіреді. Мысалы, қолымыз кішкене қанап қалса, сосын мына жерде қанап қалған жерде қаннан қандай иіс шығады байқайсың ба? Тот басып кеткен темірдің иісі шығады. Мысалы, далада темір заттар ұзақ уақыт тұрып қалса, олар тот басып кетеді. Оттегімен жанасқан кезде, ауамен жанасқанда олар тот басып кетеді. Сол сияқты біздің ағзамыздағы темір оттекті өзіне қосып алады да, оны тасымалдауға қатысады екен. Яғни оттек өкпеге түсті, темір өкпеден оттегіні алды, оны жасушаларға тасымалдап апарып берді. Темірдің арқасында біздің ағзамыз оттегімен қоректеніп жатыр. Темір жетіспесе, адам анемия ауруына шалдығады. Өсімдікке де темір керек екен. Егер топырақта темір болмайтын болса, өсімдікте хлорофилл деп аталатын жаңағы бояғыш заты түзілмейді. Келесі элемент магний. Магний көбінесе адам ағзасында кездеседі, және ол босаңсытуға керек,
жүрекке ішетін дәрілердің де құрамында магний болады. Мысалы жүрек қатты қысылып ауырған моменттерде мысалы адамға магнийді инфузиялық түрде құю мүмкін, иә. Және магний ол хлорофилдің құрамына кіреді. Өсімдіктің жасыл түсті болуы үшін де магний элементі керек. Ары қарай бізде органикалық заттар. Органикалық заттардың 4 түрі бар. Қазірден жаттап ал. Нәруыз, май, көмірсу, нуклеин қышқылы. Нәруыз біздің денемізді құрап тұрған зат, ол бізге тамақпен түседі. Біз нәруыз бар тамақ жеген кезде біздің ағзамызда нәруыздар пайда болады, денеміз өседі, жасушаларымыз жаңарып отырады. Нәруыздың 1 грамм ыдыраса 17-8 килоджоуль энергия береді. Нәруыз көбіне асбұршақ, үрме бұршақ, қытай бұршақ деген өсімдіктерде көп. Келесі майлар. Майларды біз ұнатпаймыз, онша қош май жемеймін, семіріп кетемін дейміз. Бірақ білесің ба? Егер сен таңертең май жейтін болсаң, күні бойы қарның ашпай тоқ болып жүресің. Өйткені 1 грамм май ыдырайтын болса, 38-9 килоджоуль энергия береді. Майлар, қатты майлар, сұйық майлар болады. Қой, сиыр, балық майлары, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, сафлор майлары, яғни өсімдік пен жануар майлары. Көмірсу келесі. Көмірсудың 1 граммы ыдыраса, нәруыз секілді 17-8 килоджоуль энергия береді бізге. Көмірсу көбіне жүзім, қауын, қарбыз, өрік, алмұрт, алма деген жемістерде көп, және күріш, бидай, арпа, сұлы, жүгеріде де көмірсу көп кездеседі. Келесі соңғысы бізде нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдарын ДНК және РНК деп бөлеміз. Соның ішінде ДНК бізде тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтауға керек екен. Кеттік ал тыңайтқыштар. Тыңайтқыш деген не? Тыңайтқыш деген өсімдіктердің жақсы өсуіне, тұқымдарының жемістерінің көп болуына көмектесетін заттар. Тыңайтқыштардың 2 түрі бар. Биорганикалық және органикалық. Биорганикалық деген химиялық жолмен біз оны жасанды түрде зауыттарда өндіріп аламыз. Химиялық жолмен элементтерді пайдаланып. Биорганикалық тыңайтқыштарға суперфосфаттар, калий хлориді, селитра, мочевина, аммоний сульфаттары жатады. Енді қара, органикалық тыңайтқыш дейтін бар. Органикалық тыңайтқыш дейтін ол тірі ағзалардың тіршілігінен қалған қалдық заттар. Мысалы, құстың саңғырығы, үйдегі төрттіліктің мысалы шымтезегі, компост, қый, қарашірік, осының барлығы органикалық заттар екен. Так, бізде осындай тыңайтқыштардың органикалық түрін пайдаланып, рекорд қойған 2 біздің үлкен жаңағы ақтарының атасы мен ақ күріштің атасы бар екен. Ыбырай Жақаев, ол кісі 174 центнерден күріш алған ақ күріштің атасы болса, Шығанақ Берсеев, ол кісі 1943 жылы 201 центнерден өнім алып рекорд жасаған тарының атасы екен. Ыбырай Жақаев ол кісі Қызылордада болса, Шығанақ Берсеев ол орталық Қазақстанда, яғни Қарағанды жерінде осындай егінмен айналысқан кісілер екен. Және екеуіне ортақ нәрсе, ол кісілер жерді өңдеуде қойдың қиын және құстың саңғырықтарын қолданған екен. Осымен бізде биологияның алғашқы сабағы өзінің мәресіне жетті. Келесі сабақта кездескенше сау бол.